бізде 4-ші белгі, енді бір ғана белгі қалды, мұқият болыңыздар. Ал Кармела, ақыры сенің қолында болған екен, бірден ортаға өзіңді және Рамазанды шақырайық, келіңіздер. Рамазан, не сыбырлап үлгеріп жатырсың? Кармелаға. Өткен жұмада шынымен де таңғаларлық жайт орын алды. Рамазанның әпкесі қоңырау шалды. Бірақ сенің отырысың мынау деп жатыр. Одан кейін не болды, және қателеспесем әлеуметтік желіні бақыладым. Сенің пашаңды демалыс күндерінде сенің інің және анаң Шымкенттен келген екен, е? Осы тақырып аясында сөйлестіңдер ме? Осы демалыс күндері анам келді. Анамды 8 ай, 9 айда шамасында көрмедім. Анам келіп, анамды күтіп алып, туған күнімен құттықтап, бір өте кішкене балаша еркелеп, анамды көргеніме өте қуанышты болдым. Онымен қоса інім де келді, ініммен бірге келіп, күніге бірге құшақтасып, сүйіп бір-бірімізді. Енді сағынып қалдық, почти 1 жыл болды өзімнің анамды, інімді көрмегеніне. Әкемді де, әкем Шымкентте қазір, әкеме сәлем жолдап қояйын. Сол күніге бізде жаңағыдай қонақтар келеді, бізге туысқандарымыз келеді. Осы 2 күн болды, 2 күн бойы бірге тәтті шай болып, керемет. Шынымды айтсам, ол әңгімеге дейін, ол жағдайға дейін тақырып қозғалған жоқ отбасымызда. Өйткені күніге той дегенде, күніге қонақ шақыру, ет асу, сондай болып жатыр. Бірақ ана темаға әлі сөйлесуге, қалай айтсам болады, уақыт болмады ма, әлде сен өзің осы тақырыптан қаштың ба? Кармела? Нормально жатыр. Енді айтып отырмын ғой, менде анамның туған күні болды, қуаныш болып жатыр. Кеше туысқандарымыз келді, бізде сөйлесетін вообще ыңғай келген жоқ. Өйткені өзімде, өздерінде кейбір қатысушылар біледі, мен жаңағыдай кешке кетіп, түнде келетін жұмыстамын. Яғни демалыс күндері мен жұмыстамын. Уақыт болған жоқ шыны керек. Кармела, саған қарасам ренжулісің. Бірақ сенің де жағдайында түсінуге болады. Және түсіну керек біз деп ойлаймын. Рамазанмен сөйлестіңдер ме бұл жағдай жайлы? Жұма күні, эфирден кейін. Сөйлеспедіңіздер. Микрофонға айтсам? Жоқ, сөйлеспедік мүлдем. Рома, ары қарай не істейміз, қалай шешеміз бұл мәселені? Және сіздер қазірдің өзінде сөзге келіп жатырсыздар. Ортаға шығып алғаннан кейін енді халық күтіп отыр. Кармела, Рамазанға жеке айтып жатырсың, микрофонға айтпай жатырсың. Одан кейін халық ренжісе, сіздер ренжисіздер. Шынайы ұрыстарыңызды шығармайыз десе, тағы ренжисіздер. Жана ханым, түсініп отырмын, ол жағдай маған да қиын, Кармелаға да қиын да. Ауыр тақырып, бірақтан Кармела қашан қоясың солай дөрекі сөйлеуіңді? Вне эфира. Всегда сен қазірдің өзінде микрофонға сөйлемей, сен маған қатты сөйлеп жатсың, неге айтпадың деп. Как будто мен кінәлімін да, сол мен сөйлескім келмейді деп ойлайсың ба сонда, мен сонда ойланбайды деп ойлайсың ба, менің или басымда ауа емес қой, ветер емес қой в голове. Қалай сонда ветер? Мен мұша болмады деп тұрмын, ыңғай келмеді деп тұрмын, сен маған реально келген кезде жобаның сыртында да сол күн. Рамазан, сенде бір күн емес, целые выходные были, и суббота, и воскресенье. Неужели нельзя было на это уделить буквально полчаса? Соған уақыт болған жоқ. Өйткені айтып отырмын ғой, туған күн болды. Мен білесің, жұмыстамын, я? Пятница, суббота, воскресенье жұмыстамын. Сен пятница бар емес пе? Клубта қаңғырғанша
қалай қаңғырғанша, в смысле қаңғырғанша? Сен кішкене. Нужно было решить этот вопрос. Ты же знал, что мы сюда выйдем, да, в понедельник, сонда не бетімен шығып отырсың, қазір түсінбей отырмын сен. Қарашы, сен осындай нәрсеңді білдірмейсің да, ше. Аузына келген сөйлейсің, одан да қат нәрселер менің жүрегіме тиетін нәрсе істейсің да, бірақ біреуін айтпаймын, өз жерге шығармаймын. Қаңғырған жоқпын, сен прекрасно білесің мен уже жұмыс жасайтынымды. Дәлел керек болса, мына жерде кім отыр? Еділ отыр. Еділ білет мен сол жерде жұмыс жасайтынымды. Мен бірнеше жерде жұмыс жасаймын. Инстаграмнан бөлек сол жерде барып жұмыс жасаймын демалыс күндері. Мен жата бермеймін ғой үйде демалыс деп. А сен қазір бір арадай тіліңмен шағып отырсың да мен қазір қаңғырғанша деп. Менде ой болмады дейсің ба, анаммен сөйлесіп көруге. Менде возможность болған жоқ, понимаешь, просто. Кармела, түсінемін, я бұл жерде ренжісің бар, басқа нәрселер бар, бірақ бұлай эфирде қазір анасы қарап отыр, әпкелері қарап отыр, өйстіп өзіңнің мінезін көрсетіп, сөйлеспедің ба деген сияқты. Одан ары қарай сен олардың ашуын ұлғайтып алмай қорқпайсың ба? Сен менің мамамның бар ғой, ашуын білмейсің. Сол күні эфирге тәтесі звондап отыр. Ты ни одно слово не ляпнул, бар емес па, в пользу меня, в пользу себя, в пользу наших отношений. Дәл қазір жарнамадан кейін Кармеланың анасы бұл жағдай жайлы не ойлайды екен? Білуге тырысамыз, мүмкіндік болса өзін қосуға тырысамыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Ай-яй-яй! Қымбатты көрермен, жарнамадан оралдық және кезекте біздің соңғы белгі Еділдің қолында, қателеспесем. Қандай белгі? Абылайхан. Рахмет, Еділ, жазып алыңыздар, бұл соңғы белгі. Ал ортада бізде біздің ерекше жұбымыз Рамазан мен Кармела, және Кармела Рамазанға ренжіп отыр демалыс күндерінде. Неге бұл мәселені шешпедің? Сенде бір емес, бірнеше күн болды, уақыт болды. Неге қазір енді менің анам ашуланып отыру керек дегендей өзінің пікірін білдіріп жатыр. Соған қарағанда Кармеланың анасы шынымен де ашулы көрінеді. Я, Кармела? Тіпті Кармела сөйлегісі де келмей отыр. Рамазан? Жоқ, Диана ханым негізінде айтып отырмын ғой жаңағы. Я сөйлесуге болатын еді, бірақ уақыт болмады деп жатырмын. Уақыт болған жоқ, ыңғайы келген жоқ. Бірақ одан бөлек, ол темадан бөлек, жаңағыдай да бізде айтып отыр ғой, жаңағы мінезін көрсетеді да маған. Білмеймін. Орынсыз мінез көрсетеді, орынсыз осы сөз таппай айтым. Орынсыз мінезін көрсетеді, маған сол шыны керек, соңғы кездері маған ұнамай жүр. Неге сен олай жасайсың? Байқағаным, бұл мәселеден басқа араларыңызда біраз айтылмаған дүниелер бар сияқты. Рома, келші, соңғы кездер емес қой. Негізі сендерде осы аяқ асты кішігірім ұрыстар басынан бері болып тұратын. Көбінесе екеуің бір-бірлеріңе эфирдің сыртта мінездерін көрсетесіңдер да, эфирге келесіңдер да, бір-бірлеріңе андай. Я күшті, бізде бәрімізде бәрі жақсы деп жатсыңдар. Аяғы неге соқты? Аяғы қазір бір-бірлеріңе қатты ренжіп отырсыңдар да. Сондықтан бұл ұрыс сендерде соңғы кездер емес, басынан бері осындай кішкентай ұрыстар болып келатыр негізі. Бірақ сендер эфирге негізі көп көрсетпеуге тырыспайсыңдар оны. Жайық негізі ұрыс болады, ол любой адамның арасында ұрыс болады, майда шүйде. Ол кезде болатын, енді қызғаныш кішігірім да, ол түсуге болады, еркелік дейміз ба, немесе басқа дейміз ба, болып тұрады ондай ұрыстар. Ал бұл соңғы мәселе уже шыны керек менің қаттырақ болып кетті, түсініп жатсың ба? Мына жерімде тұр да, жаңағыдай қалай айтсам болады, орынсыз, білмеймін, қалай айтсам, ми ашту дей ма, шыны керек. Соңғы кездері маған ұнамай жүр. Кармела, менің көзқарасым бойынша сіздерге кәдімгідей сөйлесу керек ашығынан. Кешіріңіз, Диана ханым. Рома, сен де мені кешір. Бірақ мен
ара қатынасты тоқтатам бүгінгі күннен бастап. Значит, саған оп-оңай осылай ара қатынасты тоқтата салу, иә? Мен саған қарашы, бір рет мен саған қатты сөйлеген жоқпын осы уақытқа дейін ше. Осы уақытқа дейін ештеңе айт. А сен келдің да осы қазір мен саған қатты сөйлеп қоямын, сонда мен өзімнің ренжісімді айта алмаймын ба? Мен саған өзім ренжісімді айтып қоямын, сен ара қатынасты тоқтатамын дейсің да? Сонда саған ол оңай ма? Айтшы. Еще тоқтата салу. Маған да оңай емес, мысалы ше. Рома, Осы жерде шығып, саған үміткер келген кезде осы жерде шығып, маған да оңай болған жоқ, маған да сындар келіп жатыр, маған да айтылып жатыр. Как тебе тяжело, мне тоже тяжело, понимаешь? Теперь слушай меня, пожалуйста. А сен қазір не үшін тоқтап олай айтып жатсың, қалай? Қара. Ойланбай сөйлеп жатсың сен қазір, білмеймін. Қара, сен қысқа бір сөзбен ғана қайырдың, иә? Ата, анам. Жарайды, ол теманы қойшы, жарайды, оны шешіледі. Ең басты. Шешілмейтін нәрсе болады. Одан бөлек, сен мен тыңдашы, Кармела, одан бөлек қара. Ол нәрсеге жетуге болады, алуға болады, сөйлесуге болады. Жоқ, сен ең маңыздысын скрывалда, потому что мама деген соншама біздің ара қатынас үшін ауырып жүргені, жүрегі ауыратыны, дәрі қабылдайтын неге айтпадың маған? Разве такое можно скрывать? Одан бөлек, Кармела, сенің соңғы кездері мінезің да, енді айтпақ қойын, өткенде жобадан бітті, пятница күні сен не істедің? Сол нәрсе екі мәрте қайталады. Кеше біз суббота күні қашан қыдырдық түнде. Сол күні не істедің да, оның бәрі ше? Оның бәрі ауыр тиеді, соны понимаешь? Соның бәрі ауыр тиеді. Сонда мен өзім ренжісім айтқан кезде сен таныс тоқтата саласың. Жоқ, одан да басқа мәселелер бар ғой, жалпы сен. Енді қандай мәселе айтса осы жерде. Айт деп жатыр, жарайды, айт онда қандай мәселе. Пятница күні істеген тірлігің дұрыс па? Не болды жұма? Жалпы, Рома, қарашы сен, жеңіл нәрседен, екеуміз шыны керек, тек қана осы бағдарламада көрсеміз, кездесеміз, сөйлесеміз, бұл бағдарламадан тыс екеуміз мүлдем телефонмен де сөйлеспейміз. Басынан бері сондай болған жоқ па? Сөйлеспейміз ба, иә? Осы жерде Диана ханым бола ма? Оған дейін мен саған жобаның сыртында осы жерде біз скриптанда кездесіп жүрдік, дұрыс па? Мен саған үнемі көңілімді бөлетін, телефонмен де звондайтын, бірақ соңғы кездері неге олай болып кетті? Сен ойламайсың ба? Я мен тарапынан соңғы кездері мойындаймын, мен осы жерде ғана кездесіп жүрдік, бірақ суббота күні кездестік. Екеуміз случайно кездестік. Случайно емес, сен келдің ғой сол үшін. Мен болатынды біліп келдің негізінде, ше, шыны керек. Ал пятница күні сен осы жерде тұрып айтқансың да, романтический вечер, не вечер, да? Бірақ біз екеуміз выслушай меня, по факту мы с тобой не виделись. Но почему-то мен бар емес па, от других узнаю, что ты в клубе тусуешься. Я не тусуюсь, я там работаю. Мен сол жерде жұмыс жасаймын, мен жерде жаңағыда артық кетесің қаңғыру деп. Еділдің көзі тұр ғой, Еділ сол жерге таныстар арқылы мен жұмысқа екінші мәрте кірген болатын, қыста да жұмыс жасаған болатын. Сен маған бір сөз айтпадың ғой, мен жұмысымен кетіп баратырмын, немесе я занят, еще что-то. Нет, я почему-то это, знаешь, сонда мен саған отчет беруім керек па, мен саған осы жерде жүрмін. Хорошо, бермей ақ қой, бүгінгі күннен бастап бермей ақ қой, онда таныстық тоқтайды осы күннен бастап. Саған оңай, потому что білмеймін сен жеңіл, мен ренжісімді айтқан едім, сен уже танысың тоқтататсың да. Сонда мен айта алмаймын ба ренжісімді. Рома, все накипело, знаешь, мен шыдадым. Неге шыдадың сен? Неге шыдадың? Айтшы. Көзімді көп нәрсеге жұмып жүрдім, да? Айтса осы жерде. То, что тут еще третьи, четвертые лица, да, вмешиваются в наши отношения. Я молчу про это. Кім? Айтпай ақ қойын. Кім айтса? Жоқ, айтса қалай ят болады. Сен просто ыңғайсыз жағдайда келіп қалдың, сен ойын сонда мен айттым, ондай емес. Жоқ, ол жайлап жатқан жоқ мен. Кармела кім? Ондай ештеңе жоқ, Диана ханым айтып отырмын ғой, орынсыз қызғану, дұрыс емес түсініп қалу, сондай нәрселерді үлкен жүреді. Содан кейін мен шыны керек кішкене миым ашып кетті, андай жеңіл тақырыптарды бір ауыр қылып, сен неге өйтпедің, неге сөйтпедің дейді, мен уже андай да кішкене еркелігімді көтере алмасам, екеуміз неге жұп болып жүрміз? Еркелік деген болады, басқа нәрсе болады, сен уже еркелік емес. Ты даже знал, да, что вот бүгін эфирдің алдында как меня трясло, я? Мен әрең дегенде шықтым эфирге.
я очень сильно переживала, потому что экранның артында отырған менің де родственниктарым бар, менің де мамам бар. Ал сен әпкең звондайды да, говорит так, как будто, знаешь, тасташ он деген ол не сөз ол? Ты еще раз скажу, ты ни одно слово не сказал в поддержку меня, в поддержку наших отношений. Әшейінде аузын жабылмайтын, сол кезде керек кезде сен сөйлемедің. Не істеп отырдың сонда? Кармела, бері қарашы, мысалы, әркім бұл отбасы жағдайы ғой, отбасына қалай үйтіп айтады, мысалы, сен де бір жағынан түсінуің керексің ғой. Содан кейін, наоборот, қолдаудың орнына сен маған ештеңке деп жауап бермейді деп айтып жатсың. Ол отбасы ғой, достар емес, басқасы біреу емес етіп жауап беретін. Сен де түсінуге тырыссайшы, мысалы. Содан кейін тағы бір нәрсе айтайын деп едім. Айтпай-ақ қойын деп 2-3 рет айттың. Ол не, кім араласып жүр орталарыңа? Соны айтшы. Сол үлкен себеп болып тұрған сияқты ғой саған қазір мұнда. Ешкім араласып жүрген жоқ. Просто бір-екі момент болды, неудобное положение, и мен айтам, ондай емес, мені сезім саған десем, бір мысалы гүл бердім, гүлді лақтырып жібереді. Жоқ, мен шыны керек, мен сенің сезіміне сенбеймін. Өйткені қай кезден басталды ол? Ол пранк кезінен басталды. Сен егер де білгенінде сен, что мне будет настолько плохо, знаешь, ты мог как угодно пранковать, как угодно мог пранковать на любую тему, но не надо было меня задевать за живое. Пранк өтіп кетті. Оны мен саған 2 апта болды, я қақсап жүргеніне пранк деп. Осы үшін мен ренжісім әлі бар емес па саған? Басылған жоқ, я. Онда не үшін кешірдің сол кезде, если басылматын болса? Онда не үшін үміт бердің? Қараш, егер да сен сол пранкқа ренжіп жатсаң, не үшін үміт бердің маған? Не үшін одан кейін сөйлесіп жүрсің? Соның бәрі не үшін айтшы? Просто андай да, бір ойыннан бір нәрсе, бұрынғы өмірінде болған шындай, арақатынасқа 3 адам түскен, 4 адам түскен ба білмеймін, сол нәрсе ойында қалып кеткен. Мен басқа қызбен сөйлесем, значит мен онымен айтпақ қояйын, жақын араласам да, значит мен тек қана жұмыс барысында емес, всегда сондай келесінде бір қызбен алсам, кешеде клубта, мысалы, өзім таныс қыздар шақырып атсам, мысалы, жұмысқа да шақырам, сен уже ойың андай да, мысалы, или осы жерде біреумен сөйлесіп қалсам, сен сразу все, сен онымен бүйттің, сөйттің деген сияқты әңгімелер мені шыны керек шаршатты. Қызғаныш па, білмеймін. Мен оны түсіндіріп жатырмын, ондай емес, былай сөйлестік, былай, ол алады да үлкен мәселе қылып жібереді да. Жаңағы ата-ана мәселесіне дейінгі мәселе, уровень да, сол жаңағы мәселе. Шыны керек қандай бір болады ғой, қыздар миды ашытып жібереді ғой, андай ше. Орынсыз болып кетеді кейде, білмеймін, еркелік емес андай. Еркеліктен де аса нәрсе болып кетеді да. Сол нәрсе шыны керек, сол үшін мен кішкене қашқақтаймын кейде. Қойшы деймін да, анау ұрысым келмейді. Настроениясы басылады, сол кезде сөйлесем. Өйткені маған анандай ұрысып қызу қандай кезінде маған керек емес андай ұрысып кету, мынау. Сол ұрысып отқан нәрсе действительно андай бір мелочь нәрсе да. Ол болсын, Бексұлтан, сіздер не байқадыңыздар? Мына жерде енді Кармела соңғы кездері көріп жүрміз ғой. Негізі Кармеланың өзі қызғанып әбден Рамазаннандай басып тастаған сияқты. Кәдімгі бұрынғы Рамазанды қазір мен көріп жүрген жоқпын. Рамазан кәдімгідей басылып қалған, уже Кармела мен қызғанатын болсам бар емес па? Я бы ему даже не позволяла тиктоки с другими девушками снимать, еще что-то бар емес па? Тут просто үлкен мәселе болып тұр, шыны керек. Жоқ, сен мына жерде отырасың да аузыңа кейін айта саласың, ол жігітке намысына тиетін әңгімелер айтасың да, мысалы, ал ол
жігіттің де намысы болады ғой, дұрыс па? Сосын кейін ол Рамазанда біртүрлі болып қалады. Мына жерде көбіміздің көзімізше де мысалы сен оның айтқанын істемейсің, ол Рамазан саған бірдеңе айтады да, бош Кармела, мысалы отыр қасыма отыр деген сияқты саған көп айтады, мысалы сен оның сөзін тыңдамайсың, сен жігітің ретінде қабылдамайсың, или менсінбейсің ба, оны түсінбеймін. Диана ханым, Жанат. Мен мына жерде Кармела бағана айтып жатыр ғой тәтесі туралы, кешегі тәтесіне ренжіме деп айтқым келеді. И Рамазан сені қолдады. Одан кейін мен ойлаймын, кез келген әке шеше өзінің үйленбеген жігітке баласы жоқ қызды алып бергісі келеді. Ол арман ғой. Шындыққа келген кезде ажыраспаған қызды, баласы жоқ қызды алып бергісі келеді. Бірақ сен ол үшін ашуланба. Уақыт көрсетеді. Бірақ махаббат бар жерде, бірақ жеңіп те шығасың. Мен айтайын деген жер исамында мен осы махаббатқа жаңа жайықта сұрап жүреді қалдым да сендердің махаббаттарыңды берсін деп қабыл ал енді осы махаббат. Жаңа да мен қарап отырмын. Кармела ше шынымен мына жерде не үшін айтпадың деп жатыр да, енді сені анаңды ойлап тұр да бұл жерде ше, бұл өзінің аналарын қойып ар жақта туысқандар бар. Какой-то мына жерде жаңа су әкеліп берші да, мен ойлап отқам Кармелаға бере ма десем, өзін іші қойып дальше әңгімеңді жалғастырып жатсың да. Рамазан, қара. Рамазан, енді қара, мен саған айтайын. Тіліңмен шығарып қара, мен саған потому что мен әлі эмоцияда тұрмын қазір ше, мен бәрі эмоция. Сонда қасындағы адам эмоцияда емес па? Бұл саған айтып отыр ғой, нақты неге айтпады сен деп. Бексұлтан әрдайым Рамазан шыққан кезде, ашуланған кезде оның аузы кеуіп кетеді. Мен оны жоқ, шынымен Диана ханым, ол бірінші рет емес, уж қанша рет. Сондай ол. Оны мен Бірнеше рет қайталанды осы жағдай. Жоқ, просто сырт айтып отыр ғой жаңа Кармела, сыртта біз жолықпадық, суббота күні случайно жолықты дейді. Осы күнге дейін сонда жолықпадыңдар ма? Мүлдем жолықпадыңдар ма? Просто эфирде ғана келдің ба? Кармела айтшы, мысалы, басын шайқап отыр, міне. Диана ханым, мына жерде Кармела сен мысалы айтып жатсың, қазір осы жерден мен сенің араңда бір-екі қыз бар деп жатсың. Мысалы осы жерде, может, менің ойымша Шриманың сыртында бізде Агата екеу, Рамазан мен Агата екеу сөйлесіп тұрғанын көріп, сен сол кезде қызғанып қалдың, дұрыс па? Сен соған қызғандың ғой, Агата екеу сөйлесіп тұрғанын. Қашан болды бұл жағдай? Ол пятница болған, пятница күні болған жағдай. Мен өзім боянам, өзім дайын болып келемді, и сағат 11-де келіп раздевалкаға кіріп барлықтарына сәлем дедім. Сөйтіп қарасам, Рамазан жоқ. Сосын ширманың артын қарасам, Рамазан мен Агата екеуі тығылып ба, білмеймін, әңгімелесіп отыр. Сонда тіпті Рамазан тұрмады да, менімен амандаспады да. Соған мен енді таң қалдым. Пятница күні негізі ұрысқанымыздың себебі сол еді. Мен гүлін лақтырдым да, ол маған айтады, мен сонда не тұруым керек пе еді, амандасуым керек пе еді дейді да маған. Сосын дедім, сосын жоқ дейді да, сосын мен гүлін лақтырдым да кеттім. На эмоциях. Ол айтқан жоқпын, қарашы, сен тағы да дұрыс айтқан жоқсың. Мен айттым, Агатаның өзі неше рет куә да, мен айттым, Кармела, привет дедім. Мен тұрдым орнынан даже. А сен амандаспайсың ба деймін, амандаспайын деп кетіп қалдым. Енді мен істеймін, артынан жүгіремін ба? Негізі ол күні мен сол жерде отырғам, негізі бол бастан. Сосын білмеймін не істеп отқан, прямой эфирда ма сондайда оттым. Ширманың артында болғасын, скамейка болғасын сол жерде оттым. А былай неудобно шамалы отырған. Өзім барып, уединиться сөйтіп отырсам, Рамазан келді, не істеп отсың, прямой эфирдасың ба деп сөйтіп әңгімесін айтты. Между нами ничего нет. Сосын барды да телефонға қарап отқан кезде өйстіп қасыма жақындап отты. Бірақ ничего лишнего не было. Сосын барды и Кармела кірді. Сол кезде Рамазан ат тұрды өзіне өзі. Қорқып кетті, қызғанады ма бірдеңке деп ат тұрды. Сосын Кармела өйстіп қарады, амандаспайсың ба деп айтты Рамазан. Сосын Кармела айтты, жоқ амандаспаймын деді, шығып кетті. Қорқып кеткен жоқ, мен Агата. Енді ұшып тұрды да, соған айтып. Ұшып тұрған емес, қойшы, олай айтпай қойшы, пожалуйста. Енді жерде қазір дұрыс түсінбей қалады ғой Рамазан. Дұрыс түсінбей қалды, енді айттым, мен оған түсіндірдім. Біз просто сөйлестік, просто. Рамазан дәл қазір маған не жайлы сөйлескенде айтпайды да, ол қайтесің, білмеймін, араларында бір скрыт. Просто сұрақ. Бірінші рет естіп отырмын бұл әңгімені. Және де қазір арақатынасты Кармела тоқтатып отыр, бірақ бұл жауап әзірге қабылданбайды. Өздеріңіз оңаша сөйлесіп, ертең нақты шешімді бізге келіп айтасыздар деп ойлаймын. Өйткені мен Рамазанға қарасам, Рамазан арақатынасты дәл бұлай оңайлықпен бітіргісі келмейді. Және бүгін негізі Агата деппін ғой. Агата мен Ағлан шығу керек еді. Әттең үлгермей қалдық. Ертең сағат 12:00-де Еуразия бірінші арнасында кездесеміз. Махаббат мекенінде сағат 12.